Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер сүзбелі бөлкен нанын дайындайтын боламыз. Өте ерекше дәмді, жұп-жұмсақ, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіз. Жылы суға қантты және құрғақ ашытқанымызды салып, араластырып, бөлме температурасына 10 минутқа қойып қоямыз. Кейін жұмыртқамызды, қантты, тұзды, сұйық майымызды, жылы суымызды, жылы сүтімізді және де дайындаған апырымызды құйып араластырып аламыз. Кейін ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз.这一次我真的睡着了。Осындай жұмсақ, жабысқақ қамыр болады. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Сүзбенің үстіне қантты, жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен араластырып аламыз. Біздің үлпілдек қамырымызды 70-80 граммнан өзімізге керекті мөлшерде өлшеп бөліп аламыз. Домалақтап, формасын келтіріп, пергамент қағазына қойып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоятын боламыз. Мен үнемі осындай пакеттерді қолданамын. Қамырымыз көтерілгеннен кейін үй жағдайында стақанды қолданамын, ортасын шұңғыл жасаймын. Жұмыртқаның сарыуызына сүтті араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Кейін салмасын ортасына құйып, бетіне әсемдік үшін крошка дайындаймыз. Ол үшін ұнға сары майды салып, осындай крошка дайындап алсаңыз болады. Дайын бөлкен нандарымызды 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, және де менің каналыма жазылып, менен жаңа видео күтіңіздер.